Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен өте дәмді осындай ыстық тағам, французша ет тағамын дайындайтын боламыз. Өте оңай дайындалады. Қонақ келгенде немесе кешкі асқа өзгеше тағам жасағыңыз келсе, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен фаршымызды алып, тұз бұрышын қалауыңызға қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей жарты килограмм картопты осылай жіңішкелеп турап алдым. Мен кешкі асқа жасаймын, сондықтан көбірек жасаймын. Қалауларыңызға қарай, формаңызға қарай азайтып немесе көбейтіп жасасаңыздар болады. 2 бас пиязымызды өте майдалап турап, ыдысымызға салып дайындап аламыз. Енді табамызды жабысып қалмас үшін жақсылап майлаймыз. Алдын ала кесілген картоптарымызды табамыздың бетін толықтай жауып тұратындай етіп, барлығын орналастырып шығамыз. Басқа да ыстық тағамдардың түрлерін, басқа да тәттілерді каналымнан таба аласыздар. Мені жоғалтып алмас үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Картоптарымызды толықтай орналастырып алғаннан кейін үстіне шым-шым сәл ғана тұз себетін боламыз. Майонезді пакетке салып, картоптың үстінен жағып шығамыз. Молдап етіп жаға беріңіздер. Сол кезде сіздердің тағамдарыңыз құрғақ болмайды. Өте дәмді, солай нәрлі болып шығады. Енді фаршымызды үстінен себелеп, осылай толық бетін жауып тұратындай етіп, жайып шығамыз. Фаршты себелегеннен кейін үстіне тұз салмаймыз. Біз фаршты тұздағаннан кейін ащылау болып кетеді. Майонезімізді тағы да жақсылап жағып шығамыз. Алдын ала дайындалып алған пиязымызды ортаңғы бөлігіне барлығын сеуіп шығамыз. Пиязбен сондай нәрлі, дәмді болып шығады. Пиязды сеуіп болғаннан кейін үстіне тағы да тұз себелеп шығамыз. Енді бетіне майонезімізді жағамыз. Картоптарымызды тағы да бір қабатқа орналастырып шығамыз. Сәл ғана тұзымызды сеуіп, майонезімізді жағамыз. Және де фаршымызды тағы да бетіне толықтай жауып тұратындай етіп орналастырып шығамыз. Жасалуына небәрі 10 минуттай ғана уақыттарыңыз кетеді. Барлығын турап дайындап алып, осылай бір-бірінің үстіне қойып шығасыздар. Өте дәмді болып шығады. Дәмі енді басқа тағамдардан ерекше. 2 қазанағымызды осылай дөңгелекшелеп турап, бетіне қойып, 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. 45 минут пісіріп алғаннан кейін 250 граммдай сырымызды үккіштен өткізіп, бетіне себелеп шығамыз. Аздап укроп қостым. Енді сырымызды бетіне толықтай себелеп шыққаннан кейін 5 минуттай тағы да пешке жібереміз. Сырымыз 5 минутта еріп, сондай керемет болып шығады. Үй ішіңізді дәмді аспен қуантыңыздар. Ас болсын.